Армысыздар, құрметті ұстаздар, аяулы ата-аналар, қадірлі қонақтар, ардақты түлектер. Бүгін көңілге қуаныш пен жүрекке толы толқыны сыйлайтын ерекше сәтте келіп жетті. Білім мен тәрбиенің алтын ордасы болған мектебіміздің тағы бір тарихи күніне куә болғалы отырмыз. Бұл күн балалықпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын түлектер үшін ұмытылмас сәт. Бұл күн ұстаз еңбегінің жемісі, ата-ана үмітінің ақталған күні. Бүгінгі ендеше жүректерге жылу сыйлайтын, естеліктерге толы «Білімім отаныма» атты соңғы қоңырау салтанатына қош келдіңіздер. Бүгінгі ерекше күн мектеп тарихындағы тағы бір жарқын белес. Осыдан тура 20 жыл бұрын Алтуния мектебімізден қанат қағып ұшқан. Бүгінде өмірден өз орындарын тауып, ел дамуына үлес қосып жүрген түлектеріміз ортамызда. Уақыт зымырап өтсе де мектепке деген сағыныш, ұстазға деген құрмет ешқашан өзгермейді. Бүгін біз сол бір қимас шақтың куәсі болған 2006 жылы мектеп бітірген 20 жылдық кездесуге келген түлектерімізді үлкен қошеметпен ортаға шақырамыз. 11-ші А сынып ұстаздары мен түлектерін қарсы алыңыздар. Сынып жетекшісі Қожахметова Рахилям Ыбрайымжанқызы, Рахметтоллаева Гүлпаршын Бәдәлімқызы, Жамбаева Мазия Әділқызы, бастауыш сынып ұстаздары Бейкбекова Мейрамгүл Сағымбекқызы, түлектер Жақыпов Шалқар, Жанталиева Мөлдір, Нұрсейітов Марат, Нұрсейітова Нұргүл, Рахимбердин Мерхат, Қожашева Элеонора, Мұңлықов Өмірбек, Әміржанова Айгерім, Белғожаев Дәурен, Қайырбекова Сымбат, Тазабеков Асқат, Қожашева Марал, Әріпжанова Махаббат, Абдрасилов Мақсат, Сырымбетова Айгерім, Мұхамеджанов Шыңғыз, Аюбханқызы Айгерім, Айтбек Асқар, Леубаева Арайлым, Құдайбергенов Жасулан, Нұрғазиева Гүлзира, Айдарбеков Серік, Сопашев Алмас, Қасымбеков Тойлыбай. Рахмет. Армандарын ақ қанатқа байлаған, үміт болып жүректерге жайнаған. Қарсы алыңыз жас түлекті ағайын, болашаққа нық қадаммен самғаған. Бүгінгі мерекенің басты кейіпкерлері 2026 жылғы түлектерімізді зор қошеметпен ортаға шақырамыз. Қарсы алайық. 11 сынып оқушылары мен ұстаздары, сынып жетекшісі Мұхамеджанова Мөлдір Мәлік-қызы, бастауыш сынып жетекшісі Оразахунова Ұлжалғас Мамырбек-қызы, Бекбекова Мейрамгүл Сағымбек-қызы, 11 сынып оқушылары Мұса Жігер оқу екпіндісі, волейболдан дәстүрлі ән айту және пән олимпиадасы бойынша аудан және облыс жеңімпазы Шәкір Тоғжан Медетқызы, оқу үздігі Нұрмұқа Қаршыға Сәбитұлы, сынып белсендісі, күрестен аудандық жарыс жүлдегері Рахым Ерзат Қуатұлы, сынып белсендісі, күрестен аудандық жарыс жүлдегері Сематжанов Арман Аркенжанлы, оқу екпіндісі, физикадан аудандық олимпиада жүлдегері Әуесқой домбырашы Оразымбек Ильяс Медетұлы, оқу екпіндісі, Жаркент футбол академиясының түлегі, аудандық футбол жарыстары бойынша жүлдегер, әкім кубогының 2-ші орын иегері Асанқызы Райхангүл Тоқтасын, оқу екпіндісі, пән олимпиадасының жүлдегері және де Иманғазы Зере Саматқызы, сынып белсендісі. 11-ші А сынып оқушылары Хамитқызы Мархаба, аудандық пән олимпиадасының жүлдегері, қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысушы. Әбен Ақжол Серікұлы, дзюдо спорттық сайыстарының жеңімпазы, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысушы. Еркінбай Айзере Айбекқызы, алтын белгіге үміткер, үздік оқушы, аудандық дебат ойындарының жүлдегері, мектеп белсендісі. Вахаева Раяна Абдевна, оқу екпіндісі. Нұрдаулет Құрмет Қайратұлы, Қазақстан Республикасының волейболдан 4-ші жастар спорт ойындарының жеңімпазы, Жетісу облысы чемпионатының үздік шабуылдаушысы номинация иегері. Сраил Айерке, қызыл аттестатқа үміткер, Қазақстан Республикасының үздік оқушысы, алтын ұрпақ төсбелгісінің иегері, алдыңғы оқу жылындағы мектеп президенті, мектеп белсендісі. Мырзахмет Мирас Асетұлы, волейбол ойындарының жеңімпазы. Өмірсерік Аяулым Қайратқызы,
қызы алтын белгіге үміткер үздік оқушы. Тұрсындарын Бақытжанұлы қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысушы. Тоқсейіт Тамерес Ердос қызы оқу екпіндісі, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысушы. Нұртілеу Аңсар Мұратұлы футбол ойындарының жеңімпазы. Мұқаш Алмас Мұратұлы сынып белсендісі. Қаси Жұбаныш Бауыржанұлы сынып белсендісі. Келесі 11 сынып ұстаздары мен оқушылары. Сынып жетекшісі Исқақова Сахинур Алимжановна, бастауыш сынып ұстазы Ерқараева Адилия Марс қызы. Дина Зульяровна, сынып басшысы, ауыл мектептерінің оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің 3-ші орын иегері. Дильшатов Ильяр Зульярович сынып белсендісі. Ушурова Алинур Алимжановна, алтын белгі иегері, оқу үздігі, сынып белсенділері. Нурамбеков Ислам Рустамович. Нурамбеков Гульнигара Рустамовна. Рахимов Денислам Сейджанович. Имаров Алишер Русланович. Нурахунов Аршидин Зулярович. Юсанов Шахмурат Абуллаевич. 2026-ның түлектеріне қаттыра қошеметтеріңіз. Бүгінгі ерекше күн тек мектеп үшін ғана емес, бүкіл ауыл, барша атана, ұстаз қауым үшін үлкен мереке. Сондықтан да соңғы қоңырау салтанатына арнайы ат басын бұрып келген ардақты меймандарымыз да бар. Ендеше сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі шарамызға қатысып отырған мектеп басшылығы мен қадірлі қонақтарды таныстырып өтейік. Мектебіміздің ардагер ұстазы Жиденов Мұрат Қанатұлы. Мектебіміздің ардагер ұстазы Мазаржанов Мұқажан Ойданбайұлы. Мектептің қамқоршы кеңесінің төрағасы Иманбеков Әділет Нұриұлы. Және арнайы қонағымыз Омарбеков Таңжарық Отарғалиұлы. Мектеп! Зет! Тәкті! Назар ортаға! Директор ханым, соңғы қоңырау салтанатты жиынға мектеп дайын. Мәлімет берген сержант екен. Мектеп! Туға теңел! Қазақстан Республикасы мемлекет киіміне орын алсын! Ажырамай ұжымнан бірелесіз жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөзбелілік мектептің басшысына түлектерге арналсын тілегіңіз. Салтанатты жиынның алғашқы құттықтау сөзі мектеп директоры Медетбекова Гүлжанат Тұрғанқызына беріледі.
Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, қадірменді қонақтар, ардақты түлектер және де аса қадірлі 20 жылдық кездесуге келген қонақтар. Бүгін мектеп өміріндегі ең жарқын да жүрекке ыстық мерекелердің бірі білімнің отаныма атты соңғы қоңырау салтанатына қош келдіңіздер. Бұл күн білім мен тәрбиенің қажыры мен еңбек пен үлкен үміттің қорытындыланатын ерекше сәті. 2025-26 оқу жылында мектебімізде білім мен тәрбие беру бағытында нәтижелі жұмыстар атқарылды. Бүгінде мектебімізде 100-ден аса педагог еңбек етуде. Оның ішінде педагог зерттеуші 12, педагог сарапшы ұстаз 28, педагог модератор 41, педагог 18. Бұл үлес зор үлес. Бұл ұстаздарымыздың кәсіби шеберлігі мен үздіксіз ізденісінің айқын көрсеткіші. 2025-26 оқу жылындағы мектебімізде барлығы 733 оқушы білім алды. Осы оқу жылын 147 оқушы оқу үздігі, 258 оқушы оқу екпінді көрсеткішімен аяқтап отыр. Мектептің білім сапасы 63% құрады. Бұл мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен еңбегінің нәтижесі. 11-ші сыныпты биыл 33 түлек аяқтағалы отыр. Оның ішінде 5 оқушы алтын белгіге үміткер, 2 оқушы үздік аттестатқа үміткер. Ал 9-шы сынып бойынша 83 оқушы негізгі білім беру курсын аяқтап, оның 11-і үздік аттестатқа үміткер болып отыр. Оқу жылы барысында оқушыларымызға аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі білім, өнер және спорт байқауларында жоғары нәтижелер көрсетті. Мектебіміздің мерейін асқақтатты. Дарынды оқушыларымыз түрлі олимпиадалар мен ғылыми жобаларда жүлделі орындарға ие болып, аудан, облыс, республика көлемінде үлкен жетістіктерге жетті. Бұл ұстаз еңбегі мен ата-ана сенімінің нәтижесі. Құрметті түлектер, бүгін сіздер үшін мектеп қоңырауы соңғы рет соғылғалы тұр. Мектеп қабырғасында алған білімдеріңіз бен тәлім тәрбиелеріңіз өмір жолында сенімді серік болсын. Алдарыңыздан ашылатын жаңа белестеріңіз нық қадам басып, ел мақтанышына айналады деп сенеміз. Қадірлі ұстаздар мен ата-аналар, сіздердің бала тәрбиесі жолындағы адал еңбектеріңіз бен қолдауларыңыз үшін шынайы алғысымызды білдіремін. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық тілеймін. Аса құрметті 20 жылдық кездесуге келген қонақтар, сіздерге де қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздердің 20 жылдан кейінгі кездесіп отырған кездесулеріңіз құтты болсын, сәтті өтсін. Біраздан кейін біздің мектебімізге кіріп, өздеріңіздің 20 жылдан кейінгі алғашқы сабақтарыңызды ұстаздарыңызбен жалғастырады деген сенімдеміз. Осы атап кетейін, осы мектепке бізге демеушілік жасап, былтырғы оқу жылында бізге үлкен орындықтарды алып беріп жатыр. Бізге үлкен оң көзбен қарасып, біздің әр уақытта осы мектебіміздің қасымыздан табылып жүргендеріңізге үлкен шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздердің кездесулеріңіз сәтті, балалық шақтарыңызды еске алып, жақсы бір кездесу болуына біз тілектеспіз. Қадірлі төрде отырған біздің қадірлі ұстаздарымыз да біздің соңғы қоңырауымызды құрметтеп келіп отырғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Мереке құтты болсын. Назарларыңызға рахмет. Бақытбекқызы Бағдананы бақыт әнімен қарсы алыңыздар. Шамалы техникалық ақаулар болып жатыр. Олай болса сахна төріне Бақытбекқызы Бағдананы бақыт әнімен қарсы алыңыздар.
2006 жылға түлектер. Сіздерді шын жүректен 20 жылдықтарыңызбен құттықтаймыз. Мектеп табалдырығынан алғаш аттаған балалық шақтың ізі, сыныптағы шат күлкі, қоңырау үні, ұстаздардың ыстық мейірімі, бәрі де сіздермен бүгін қайта қауышқандай. Енді құрметті түлектер, өздеріңіз білім алған аяулы мектептеріңіздің ішіне өтіп, алғашқы сыныптарыңызға, балалық шақтың ыстық естеліктері қалған кабинеттерге ұстаздарыңызбен жүздесуге шақырамыз. Seyir üskeniz Bir sınıftan bir sınıfqa birge көшкенбіз Түлек үшін сол мектептен жан жаққа кетіп 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен Өтіп кетті-ау 20 жас 20 өткенмен Қонақтарымыз мектебіміздің ардагер ұстазы Мазаржанов Мұқажан Ойданбайұлына беріледі. Қонақтар, ұстаздар, 20 жылдық кездесуге келген жаңағы биылғы оқу бітіретін түлектер. Мына тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып жассыздар. 11 жыл сіздерге жаңағы білім алдыңыздар. Енді өмірге қанат қаққалы тұрғансыздар. Мына қанаттарыңыз қатайып, самғай берсін. Биікке ұша беріңіздер. Мына келген қонақтарға барлықтарына денсаулық, амандық тілеймін. Еліміз тыныш болсын, жеріміз аман болсын. Мына түлектердің жаңағы алған бетінен алла жарылқап, барлық армандары, тілектері орындалсын. Келесі құттықтау сөз кезегі ардагер ұстаз Омарбеков Таңжарық Отарғалиұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар. Бүгін мен үшін ерекше күн болып отыр. Бүкіл еліміз бойынша бүгін үлкен ұлы мереке, түлектердің мектеп бітіру мерекесі болып отыр. Бәрімізге ортақ мереке құтты болсын. Жаңа маған ұстаз деп сөз беріп отыр ғой, шындығында да мен ұстаз болғам. Осында ел жұрт біледі. Марқұм Қали Ақын аға бар кезде айтатын, мен болып толған мектептің болары болмас ұстазымын деп. Сол үшін бұл қасиетті мекен осы шаңырақ. Осы шаңырақтан бәріміз түлеп ұштық, еңбек еттік. Дәл менің өзім де ұстаздық қызмет атқардым. Балаларым оқыды, немерелерім оқыды. Әзір балаларым осында ұстаздық етіп жатыр. Сол үшін бұл өте қасиетті мекен мен үшін. Сол үшін осы кезде маған сөз беріп тұрған мен үшін үлкен бақыт. Біріншіден мен ауылдастарымды көріп отырмын. Мына түлектерді көріп отырмын. Сол үшін мереке құтты болсын. Біріншіден ауылың заман, жеріміз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Ұстаздарға еңбектеріңіз жемісті болып жылда осылай түлекті өзінің ыстық ұясына ұшыра беріңдер. Түлектерге тілейтін армандарыңыз орындалсын. Болашақта ана апайлары мен ағайларың келіп отырған 20 жылдық сияқты сендер мен мақтансын мектеп. 20 жылдық түлектерге өте игі істеп жатқан сияқты естіп жатырмыз. Сол бітіріп отырған түлектерге жұғысты болсын, құтты болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Мына жақсы мереке, жақсы үлкен бір мерекемен ұштасып жатыр. Ертең құрбан айт, дұға тілектеріміз қабыл болсын, бәріміз аман болайық. Рахмет. Рахмет. Құрметті қонақтар, ұстаздар, бүгінгі мерекеде ерекше ықыласпен ажырамас тілеген ала келген кішкентай жүректер де бар. Мектеп табалдырығынан кеше ғана аттаған, әр қоңырауды қуанышпен қарсы алатын бірінші сынып оқушылары, олар бүгінгі түлектеріміздің ізбасарлары, болашақтың жарқын жұлдыздары. Ендеше кішкентай бүлдіршіндердің үлкен жүректен шыққан жылы лебіздеріне құлақ түрейік. Ортада бірінші сынып оқушыларын өлең жолдарымен қарсы алайық. Сынып түлектері, сіздерді соңғы қоңыраумен құттықтаймын. Мектеппен қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыздар. Ұстаздарыңыздың берген білімі мен тәрбиесі әрқашан жол көрсетсін. Еліміздің мақтанышы болатын азамат болыңыздар. Сәт сапар тілеймін.
мектеп атын әрқашан мақтан етіп жүреміз. Құрметті түлек ағалар, құтты болсын тойларың, арман қуып биіктен асылсын кен жолдарын. Бізге сізді ұсаймыз, жақсы оқып өсеміз, мектеп атын әрқашан биік ұстап жүреміз. Қоңыр алдың сыңғыры көңілдерді тербейді, мектебімен қоштасқан түлектерге ел сүйсінді. Ақ көйлек пен ақ бантик жарасады өзіңе, арман қуып барады болашақтың төріне. Аға әпкелер, ақ жол сізге, бақыт қонсын бағыңа, мектеп берген білімің жарық болсын жолыңа. Асқан сайын өмір жылдың өткейі, жастық шағым сағынды көктемің. Тілекшің боп тұрғы янымдай, алыстағы алтын үйі мектебің. Жас түлектер қақты бүгін қанаттың, сәулелік күн жүрекке от жағатын. Кім ұмытай қоңғырақтың сыңғырын, жүрегінге мәңгі ұялып қалатын. Бүгінгі күн бастасын, жақсылыққа шынайы, тілектерге бастасын, қуанышқа ұдайы. Соңғы қоңырау үнімен қоштасайық бәріміз, білім күні саулықта қауышайық тағы қызы. Білімнің қайнар бұлағы, өнердің жарқын шырағы, тұрағы өзің мектебім, шәкірттің асыл қырағы. Қош болыңдар тілектер, ақжол болсын алдарың, білім менден самғаңыз, биік болсын арманың. Соңғы қоңырау сыңғырла, бақыт нұрын төге бір. Мектебім мәңгі бапкерім, қарызбыз саған бәріміз, өзіңе деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Қоштасу кеш ерекше күн, көңіл соқып жүрек мұң, түлектерге сәттілік тілеп, ақ жол болсын әрбір қадам, арман асқақ алға бастырсын, бақыт сене айналмасын, мектеп берген ыстық естелік жүректерде еш кетпесін. Сыңғырышы қоңырау шаттық болып төгілш, тілектердің арманы асқа шыңға өрлесін. Біз де өсіп келеміз, білім алып күн сайын, мектебіміз жасай бер, құтты болсын бұл тойын. Алғаш мектепке келгенде ойнадық бала боп көңілді. Бірінші сынып оқушыларына қошеметтеріңіз. Енгенде жетелеп кіріп біз өмірді. Уақыт өз ағысымен зымырап, міне тағы бір оқу жылы тарих бетіне айналмақ. Бүгінгі басты кейіпкерлер 11-ші сынып түлектері. Олар талай жыл бойы осы мектептің асыл ұясына балалық күлкісін қалдырған, білім мен тәрбие жолында өскен. Енді міне үлкен өмірге қадам басқалы тұрғалы азаматтар. Сахна төрінде мектеппен қоштасу сәтін білдіретін түлектер, сынып жетекшілер, ата-аналар. Ендеше сөз кезегін 11-ші сынып жетекшілеріне беріледі. Құрметті біздің жас түлектер, аяулы ұстаздар, ардақты ата-аналар, баршаңызды бүгінгі ерекше салтанатты қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қымбатты мектеп бітіруші түлектер, бұл сендердің өмірлеріңдегі ең қызықты сәттің бірі. Тап осы сәтте бәрімізде жүрек толқынысын айрықша сезініп тұрмыз. Сіздер үшін бүгінгі қағылар соңғы қоңырау үні бал-дәурен балалықтарыңыздың артта қалып, жауапкершілігі мол азаматтық биікке көтерілетіндеріңіздің ескертпесі сияқты. Алда мыңдаған мүмкіндік күтіп тұр. Ең бастысы өздерің үшін дұрыс таңдау жасап, батыл әрі тәуекелшіл болуларыңа тілектеспін.
армандарыңа нық сенім алға қадам басыңдар. Жас түлектер, бүгін осында айтылып жатқан ақ тілектер көңілдің төрінен орын алып, жүректің қақпасын қағып ішіне енсін. Ата-ананың, алтын ұя мектептің, елдің мақтанышы болыңдар. Ұлттық бірыңғай тесттен жоғары бал алып, грант иегерлері болыңдар. Сәттілік дейін, жолдарың ашық болсын. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар, ата-аналар және түлектер. Барлықтарыңызды бүгінгі оқу жылының аяқталуымен және соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Соңғы қоңырау 20 жылдық кездесуге келген түлектер үшін балалық шақты еске алатын, қызықты да сағынышты күн болатын болса, бүгінгі Алтын ұя мектебінен қадам басып шыққалы отырған түлектеріміз үшін мектеп өміріндегі ең соңғы қоңырау, балалықтан болашаққа бастар алғашқы қадам және тарихи сәт болмақ. Мектеп тек білім мекені емес, мектеп тарих пен естеліктер мекені. Құрметті оқушылар, қай жерде жүрсеңдер де, қандай биікке шықсаңдар да, білім берген ұстаздарыңды, Алтын ұя мектептеріңді ұмытпайсыңдар, құрмет тұтасыңдар және ардақтайсыңдар деп білемін. Алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден және мемлекеттік емтихандардан сәтті өтіп, үлкен биік белестерге жетулеріңізге тілектеспін. Барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ұстаздарымыз шәкірттерінің жетістігімен қуана берсін. 20 жылдық кездесуге келген түлектердің сыйластығы мен достығы арта берсін. Ал түлектерімізге сәт сапар, ақ жол. Назарларыңызға рахмет. Добрый день, дорогие гости, уважаемые коллеги, родители, а также милые наши дети. Хочу от всей души поздравить вас с сегодняшним праздником, пожелать вам самое главное здоровья, долгих лет жизни и счастья. Хочу в первую очередь обратиться к нашим девятиклассникам. Девятиклассники, возможно, сегодня для вас прозвучит не последний звонок. Перед вами стоит такая задача выбрать, продолжить учиться в нашей школе или же выбрать другой путь. Возможно, вы определились с выбором своей профессии и хотите продолжить учебу в стенах колледжа. Я хочу вам пожелать только удачи и везения, поэтому с вами я не прощаюсь. Но 11 класс, 11-классники, для вас сегодня действительно прозвучит последний звонок в вашей жизни. Это очень важный такой день, волнительный, немножко грустный и радостный в одно и то же время. Поэтому вы, наверное, торопились, хотели поскорее закончить эту школу. Когда же наступит это 25 мая, да? Но как вы чувствуете, что это очень немножко грустный момент. Поэтому я хочу сказать вам, помните, ребята, что школьные годы, которые вы провели в этих стенах, самые лучшие, беззаботные, бесхлопотные годы вашей жизни, беспечные годы. Поэтому я хочу каждому из вас сказать, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, что бы с вами ни произошло, всегда оставайтесь хорошими людьми. Каждый из вас пусть останется хорошим человеком в полном смысле этого слова. Спасибо за внимание. Рахмет. Келесі сөз кезегі 11 сынып түлектер атынан Сырайылқызы Айеркеге беріледі. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қылан демекші, бүгін біз үшін маңызды күн. Мектеп қабырғасындағы балалық шақтың бір белесі аяқталып, жаңа өмірге қадам басудамыз. Осы жылдар ішінде алған біліміміз бен достығымыз өмір жолында әрдайым серік болсын. Армандарымыз ақсат, мақсатымыз айқын болсын. Әрқайсымыз өз жолымызды тауып, елге пайдасы тиетін азамат атанайық. Ұстаздарымыздың еңбегі ақталып, ата-анамыздың үміті орындалсын. Алда үлкен мүмкіндіктер мен жарқын жетістіктер күтіп тұр. Барша жас түлектерді мерекемен құттықтай отырып, алдағы уақытта сәт сапар, ақ жол тілеймін. Мереке құтты болсын. Рахмет.
Келесі сөз кезегін 11 сынып ата-аналар атынан Самахунова Махинур Ашимжановнаға беріледі. Ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, тағы бүгінгі мектеп табалдырығын атап өтетін түлектеріміз. Сіздерді бүгінгі мектеппен қоштасу, соңғы қамура мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ұзақ өмір, алдындағы сынақтарыңыздан сүрінбей өтіп, өмір жолында өз жолдарыңызды табуларыңызға тілектеспін. Біз құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Ал енді ыстық ұядан ұшып бара жатқан тілектерімізге алдағы сынақтардан сүрінбей өтіп, аңсаған армандарына жетіп, өмір жолында өз орындарыңызды табуға тілектеспін. Біз сіздермен мақтанамыз, біз сіздерге сенеміз және сіздерден үміт күтеміз. Сіздерге ақ жол. Келесі сөз кезегі ата-аналар комитетінің төрайымы Сағыбекова Майгүл Елубайқызына беріледі. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі мына осы мектепке тардай болып кіріп, таудай болып шығып жатқан түлектер, бүгінгі сендерге мықты денсаулық, жолдарың ашық, әрқашанда биік шыңдардан көрініп, мына алдағы ұғытығы жақсы жоғарғы балда алады деген сенімдеміз. Арттағы оқушыларымызға үлгі өнеге болатындай жақсы түлектер болады деп сенімдеміз. Мына бүгінгі келіп отырған қонақтар осы балаларымыздың жақсылығына, қуанышына өстіп, әрқашан бөленіп, осы балаларымыздың жақсылығы алдағы уақытта біздің тірегіміз деп сенеміз, сенім артамыз. Барлықтарыңызға келіп отырған мына үлкен қадам басып отырған балаларымызға тілектес болып отыра берейік. Дендеріңіз сау болсын. Мына бүгінгі ағаларымыз сияқты, апаларымыз сияқты үлкен бір маман иесі болсын. Жас түлектер, әрқашанда жолдарың ашық, әрқашанда биік шыңдардан көрінуге Алла нәсіп етсін. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Рахмет. Ардақты ұстаздар, қадірлі ата-аналар, қымбатты қонақтар, қазір сіздердің алдарыңызда мектеп бітіруші түлектердің қимастық пен шаттыққа толы ерекше сәті. Түлектер вальсін қарсы алыңыздар. Түлектер жайнайды болып күн, әдемі бәрі қандай. Соғып тұр, жүректер қоңыраудай. Мектебім алғашқы ұстазым, астыр қой бәрі. Шалалығым, балалығым, партада қалалығым. Төгіліп
Sağımdım mektepte sağımdım Akban tek hakkım kızım Sol günde ol bilmeden Sezemem desken Kögelip 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 Şalkaydı en şarıktaydı Evveli dans edeme vals Ustay kalıktaydı Evveli dans edeme vals Ustay kalıktaydı Түлектерімізге қаттырақ құрмет қошеметтеріңіз. Сахна төрінде 11 Б сыныбының түлектер вальсін қарсы алыңыздар. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part il n'attend rien. N'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story. Dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un
қошемет құрметтеріңіз. Рахмет. Әрбір оқушылы ізденіс пен еңбектің, табандылық пен талпыныстың жемісі. Бүгін сол еңбектің еленетін, шәкірттің мерейі үстем болатын ерекше күн. Мектеп қабырғасында білім мен тәрбиені қатар алып, үздік үлгерімменен, өмір өнері мен спорттағы жетістігімен көзге түскен оқушылар аз емес. Ендеше бүгінгі мерекелік сәтте сол үздік оқушыларымызды, белсенді түлектерімізді және 2025-2026 оқу жылы бойынша талмай еңбек еткен ұстаздарды, бірлестіктерді марапаттап лайықты алғыс білдіретін кез келді. Марапаттау құрметі мектеп директоры Медетбекова Күлжанат Тұрғанқызына. Әбілхан Қасиев атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесі мадақтама. Білім беру саласындағы жоғары кәсіби шеберлігіңіз, шығармашылық ізденісіңіз, жас ұрпақ сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі елеулі еңбегіңіз үшін сізге шәкірттеріңіздің құрметі мен сеніміне ие болып, білім мен тәрбие жолындағы абыройлы еңбегіңізбен талай биіктерді бағындыра беруіңізді тілектеспіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, кәсіби жетістікпен толағай табыс тілейміз. Ахметова Сырғалы үздік педагог номинациясымен марапатталады. Ізгі ниетпен мектеп директоры Күлжанат Медетбекова. Әбілхан Қастеев атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесі мадақтама. Сіз оқушыларға сапалы білім беріп, саналы тәрбие берудегі жоғарғы жауапкершілігіңізбен, шығармашылық ізденіспен және шәкірт жүрегіне жол таба білген ерекше педагогикалық шеберлігіңізбен дараландыңыз. Әр оқушыға деген жанашырлығыңыз және мейіріміңіз, ұстаздық қызметтегі табандылығыңыз бен адал еңбегіңіз ұжым мақтанышы. Сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс, отбасылық амандық және толағай жетістіктер тілейміз. Үздік сынып жетекші номинациясы бойынша Оразахунова Ұлжалғас Мамырбаевна марапатталады. Мадақтама. Шағын орталықтың әдістемелік жұмысына белсене қатысып, педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыруға, білім сапасын көтеруге және шығармашылық ізденісті дамытуға қосқан зор үлесі үшін шағын орталық тәрбиешісі Раева Гүлмира Тоқтаким қызы үздік тәрбиеші номинациясы бойынша марапатталады. Бірлестіктің ұйымшылдығы, жаңашыл тәрбиесі мен нәтижелі жұмысы, мектептің дамуына қосқан үлесі маңызды үлесі үшін тәрбиешілердің сапалы білім алып жан-жақты дамуына бағытталған еңбегіңіз әрдайым жоғарғы бағалансын. Сіздерге шығармашылық табыс, кәсіби жетістік және толағай табыстар тілейміз. Ізгі ниетпен мектеп әкімшілігі, мектеп директоры Күлжанат Медетбекова. Мадақтама. Мектептің әдістемелік жұмысына белсенді қатысып, педагогтардың кәсіби шеберлігін арттыруға, білім сапасын көтеруге және шығармашылық ізденісті дамытуға қосқан зор үлестері үшін үздік пән бірлестігі номинациясы бойынша Атамұра қазақ тілі пән бірлестігі шынайы алғыс білдіреміз. Бірлестіктің ұйымшылдығы, жаңашыл тәрбиесі мен нәтижелі жұмысы мектептің дамуына қосқан маңызды үлес. Сіздерге шығармашылық табыс, кәсіби жетістік және толағай табыстар тілейміз. Келесі үздік оқушы номинациясымен Тілеубалдиева Шахниза үздік оқушы номинациясымен марапатталады. Оқу озаты атанып білімге деген құштарлығы, зеректігі мен алғырлығы, үлгі тәртібі мен қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшін сенің бүгінгі жетістіктерің ертеңгі жарқын болашағының кепілі. Әрдайым биік мақсаттарға ұмтылып, талмай ізденіп, білімнің биік шыңынан бағындыруға тілектеспіз. Қошеметтеріңіз.
Мадақтама спорт саласындағы жоғарғы жетістіктері, мектептің спорттық өміріне белсене қатысып, жігері мен табандылығы, жеңіске деген ұмтылысы және үлгілі тәртіп үшін сенің қайсарлығың мен еңбекқорлығың үлкен жетістіктерге бастар жолдың айқын көрінісі. Әрдайым мықты рухыңмен, жігеріңмен биік белестерді бағындырып, спортта да өмірде де жеңіс тұғырынан көріне беруге тілектеспіз. Үздік спортшы мадақтамасымен Нұрдаулет құрмет марапатталады. Үздік спортшы кубогымен марапатталады. Рұқсат болса, аудандық және де облыстық марапаттарды табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрмет грамотасы, жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие берудегі шығармашылық еңбегі және жеткен жетістіктері үшін Әбілқан Қастеев атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Исламова Сахинур Аркиновна марапатталады. Ізгі ниетпен аудандық білім бөлім басшысы Сейт Қожаев. Дәл осы мәтінде бастауыш сынып мұғалімі Джапарова Гульвира Якуповна марапатталады. Аудандық білім басшысы Сейт Аудандық білім бөлімінің басшысы Қайсар Сейт Қожаев. Дәл осы мәтінде музыка пәні мұғалімі Мұхтар Құрал Мейрамбайұлы марапатталады. Дәл осы мәтінде Өмербекова Сандуға Шақыпбекқызы марапатталады. Дәл осы мәтінде педагог логопед Керімбекова Бағлан Бөлекбайқызы марапатталады. Дәл осы мәтінде бастауыш сынып мұғалімі Нұрахметова Аяжан Жеңісбековна марапатталады. Құрметті оқушылар, құрметті ұлағатты ұстаздар, марапаттарыңыз құтты болсын. Рахмет. Сыңғырлаған соңғы қоңырауыны балалықпен қоштасудың белгісі. Ол өткенге салауат, болашаққа сәт сапар тілеу. Соңғы қоңырау соғу рәсіміне 11-ші сынып оқушыларын ортаға шақырамыз. 11-ші А сынып оқушысы Мұса Жігер, 11-ші Ә сынып оқушысы Еркінбай Айзере Айбек қызы, 11-ші Б сынып оқушысы Ушурова Алинур Алимжановна шақырылады. Қош бол мектеп әдімен сахна төрінде Омарбекова Әнел Рауан қызын қарсы алыңыздар. Қаш мектепке келгенде
erişkin Çağırmasından Yolların üstün Tahtalar yazgın Ustazlarımın Partanagından Ümdavı baskin Soğuk onlara Soğuk onlara Soğuk onlara Gönlümde dara Anlamlar nasıl Dolgunay nasıl Dönülgenim o Atlanlar saçı Dönülgenim o Kıymadım seni Soğuğuna Соңғы қоңырау сыңғырлатыңның көңілде дарау арнамнан асып толқындай тасып соңғы қоңырау сыңғырлатыңның көңілде дарау арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім ау аттанар сәтте көрінемін ау қимадым сені соңғы қоңырау аттанар сәтте көрінемін ау қимадым сені соңғы қоңырау қимадым сені соңғы қоңырау Анел Рауан қызына қошеметтеріңіз. Рахмет. Құрметті түлектер, алдарыңызда үлкен өмірдің сан тарау жолдары тұр. Сол жолда адаспай алған білімдеріңізді ел игілігіне жаратып, еліміздің лайықты азаматтары болып өсулеріңізге тілектеспіз. Сіздердің әрбір жетістіктеріңіз ұстаздарыңыз бен ата-аналарыңыздың қуанышы мен мақтанышы болғай. Құрметті ата-аналар, өздеріңіздің балаларыңызға арнаған сыйлықтарыңызды және де гүлшақтарыңызды табыстауға рұқсат етіледі. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі 2026-ның түлектері үлкен өмірге ақ қадаммен аттағалы жатыр. Олай болса, сол өмірге керемет көңілгемен аттансын деген ниетпен барша түлектеріміз ақ көгершінді аспанға ұшыру рәсіміне кезек берейік. Örnek
түлектер, сіздерге ақ жол тілеп, сәттілік пен биік белестер тілейміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.